Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ашытқысыз чебурекиге ұқсайтын пирожкилер дайындаймыз. Бұл осылай әдемі көрінеді, сондай-ақ өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Жылы су аламыз, тоз саламыз, сұйық май құйып, жақсылап қанды ерігенше араластырамыз. Енді қамырдың үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. Сосын жылы суды құйып, қамырымызды илейміз. Қамырды бетін жауып 20-30 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін начинкасы үшін картошканы суға пісіреміз. Мына жерде 20-30 минут өткеннен кейін қамырды осылай бір қайтара илейміз. Бастысы қамырдың июі қанып, сондай әдемі гладкий болу керек. Енді бұл қамыр тағы да бір 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Содан кейін 20 минуттан кейін қамырды теңдей екіге бөліп пакетке сала тұрамыз. Начинкамызды дайындап біткенше. Начинка үшін пиязды қызып тұрған сұйық майға қуырып аламыз. Дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз саламыз. Картошканы суға осылай бөліктерге бөліп пісіріп алдым. Суын төгіп тастап, енді осыны жақсылап еземіз. Үстіне бағана қуырған пиязымызды саламыз. Содан кейін тұзы аздау болса, тағы да кішкене тұз сеуіп жібереміз. Сонымен жақсылап араластырып, начинкамыз дайын. Енді қамырды мантының қамырында етіп жайып шығамыз, бірақ мантының қамырынан сәл қалыңдау болады. Мантының қамыры сияқты кесеміз. Суыған начинкаларды саламыз. Содан кейін барып шеттерін жақсылап басып тұрып біріктіреміз екі жағын. Жақсылап жабу керек, өйткені майға қуырған кезде начинкасы шығып кетпес үшін. Енді осыларды жақсылап тұрып қызған майға қуырып аламыз.
Қамыр осындай әдемі болып піседі. Құрамында ашытқысы болмағаннан кейін қамыры жұқа болады да, и начинкасы көп болады, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар және осы видеомен өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.